Біз Тарыстық Саулдың елші Паулға айналғаны жайында айтып отырмыз. Оның өмірінде өте қысқа уақыт ішінде болған оқиға оның бүткіл әлемін төңкерді. Ол жай ғана Мәсіхші аталып қана қойған жоқ. Ол Иерусалим қауымының жетекшісіне айналды. Және сол заманда әйгілі болған барлық әлемді аралап шығып, Иса Мәсіх жайында уағыздады. Қандай нәрсе болды? Психология бойынша бір оқулықта осыны қояншық ұстамасына ұшырау деп атайды. Сол жерде болған оқиғаны сипаттау ғалымдар үшін қаншалықты қиын болғанын елестету оңай емес. Бір кездері Хьюстон университетінің асханасына кіргенім есімде. Өзіме орындық алып, жүрек жалғап алу үшін бос орын тауып алдым. Менен алыс емес жерде көптеген кітаптары бар бір жігіт отырды. Ол кітаптарды бар ынтасымен ақтарып оқып отырды. Мен шыдамай, қиын емтихан ба деп сұрадым. Ол иә деді. Қандай пәннен? Көне Рим тарихы. Мен бұл көне Рим тарихының кітабы ма деп сұрадым. Ол иә деп жауап берді. Ал мен оған саған бір сұрақ қоюыма рұқсат етші. Осы кітапта мәсіхшілік жайында және елші Паул жайында айтылған тарау бар ма? Ол иә бар деді. Мен орнымнан тұрып қасына келіп, қарауға бола ма дедім. Сол кезде ол кітабының керек бетін ашып көрсетті. Тыңдаңыздар, бұл таңғаларлық. Осы тараудың бірінші жартысында Тарыстық Саулдың өмір жайында баяндалған. Тараудың екінші бөлігі де Тарыстық Саулдың өмір жайында баяндалған. Алайда енді елші Паул ретінде және де оның әрі қарай елші ретіндегі қызметі жайында. Соңғы жағында не айтылғанын білесіздер ме? Осындай өзгеріске не түрткі болғаны ғылымға белгісіз. Міне осы оқулық арқылы мен осы студентті Мәсіхке алып келдім. Мен былай дедім. Осындай өзгеріске не алып келгенін айтып берейін бе? Тарыстық Саулға өлімнен қайта тірілген Мәсіх келді. Және бірнеше күннен кейін Саул Мәсіхке құдайы және құтқарушысы ретінде сенді. Сөйтіп осы әлемді мәңгіге өзгерткен Мәсіхтің соңынан ерушілердің қатарына қосылды. Менің досым бір кездері Орта Батыс университетінің бір пікірталасына қатысты. Оқиға студенттер клубында орын алды. Адамдар көптеп жиналды. Тыңдағысы келетіндер тіпті кіреберісті толтырды. Дебатты жергілікті атеист жүргізді. Ол пәлсапа кафедрасының басшысы еді. Осы пікірталаста менің досым бірінші болып сөз сөйледі. Ол тыңдаушыларға киелі кітаптың шынайылығы жайындағы дәлелдемелерді келтірді. Және Иса Мәсіхтің өлімнен қайта тірілгенін, Тарыстық Саулдың елші Паулға айналғанын айтты. Содан кейін оның қарсыласы орнынан тұрып былай деді. Психологтардың айтуы бойынша, сіз бір нәрсеге соншалықты қарсы болып, нәтижесінде соның жақтаушысына айналуыңыз мүмкін. Онда абай болыңыз, сэр, деп дауыстады менің досым. Өзіңіз Мәсіхшіге айналып жүрмеңіз. Осымен пікірталас тез арада тоқталып қалды. Тарыстық Саулдың құдайға бет бұруын тек құдайдың ғана қолынан келеді деп түсіндіруге болады. Екі Оксфордшылардың оқиғасын тыңдап көріңіздер. Лорд Литлтон және доктор Бенджамин Гилберт Уэст. Мәсіхшілік олардың ызасын келтіретін. Олар осыған жойқын соққы беріп, бірден барлығын жоқ қылуды шешеді. Ал сол үшін бірігіп кітап жазуды ұйғарады. Лорд Литлтон Тарыстық Саулдың тәубеге келгенін жоққа шығаруды, ал Бенджамин Гилберт Уэст қайта тірілуді жоққа шығаруды қолға алды. Олар біраз уақытқа бөлек кетті. Әрқайсысы өзінің ғылыми ізденістер жасап, одан кейін екеуі бірігіп кітап жазу үшін кездесті. Алайда басында екеуі де өздерінің анықтағандары жайында ашып айтуға батылдары бармады. Өйткені екеуі де өздігінен жоспарланбаған тура қарама-қайшы тұжырымға келді. Олар Тарыстық Саулдың шынымен басқа адамға айналғанын, ал Иса шынымен тірілгені жайында ақыры кітап жазып шығарды. Сіздерге мынаны айтуға рұқсат етіңіздер. Саулдың тәубеге келуі жазбаның шынайы екендігінің және Иса Мәсіхтің Құдай ұлы екендігінің ең ұлы куәліктерінің бірі.